Армысыздар көрермен, арнада QR News. Digital Алматы туралы не білеміз? Белгілі тұлғалардың қандай айтар сөздері бар? Толығырақ сюжеттен көре аласыздар. Алматы қаласында 31 қаңтар мен 1 ақпан аралығында Digital Алматы 2025 форум өтуде. Форум жасанды интеллектінің өнеркәсіптегі рөліне арналады. Аталмыш шараға әлемнің түкпір-түкпірінен 40 мыңнан астам қатысушы жиналды. Форум барысында AI технологияларын өнеркәсіптік экожүйелерге, экономика мен қаржыға, медицина, білім беру және кибер қауіпсіздікке интеграциялау мәселелері талқыланды. Сонымен қатар отандық және халықаралық IT компаниялардың инновациялық жобалары ұсынылған көрме ұйымдастырылды. Форум жасанды интеллектінің өнеркәсіптік процестердің тиімділігі мен қауіпсіздігін арттырудағы маңызды рөлін көрсетті. 2 күндік шараға Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің мемлекеттік қайраткерлері, жетекші сарапшылар мен кәсіпкерлер инновациялық даму мен цифрлық күн тәртібін талқылады. Форум аясында AI Battle атты жасанды интеллект саласындағы үздік стартаптар сайыс өтіп, жеңімпаздар $60 мың көлеміндегі жүлде қорын бөлісті. Получается, я первый раз пришел на эту гонку дронов. Это специальное такое подразделение, называется ВУП-дроны. Это маленькие дроны, и их вес начинается от 20 грамм и меньше. Ну, есть и 25 грамм, и 20. И, в общем, это очень полезно в том плане, что благодаря этим маленьким дронам можно очень долго тренироваться дома, и через специальные симуляторы, которые очень много. Потом приходить на эту гонку и устраивать настоящий кипиш. На большой скорости летать, проходить препятствия, всякие повороты. И это очень классно. Наверное, единственный минус только в том, что эти дроны не очень дешевые, то есть это нужно вложиться какое-то определенное количество денег. И плюс еще батарейку хватает на минут 5-7. Вот она, получается, идет. Вы сможете посмотреть. А у нее, получается, есть специальные баты, батарейка на 300 мА. Хватает где-то на 5-7 минут примерно. И, как правило, нужно иметь большое количество этих батареек, чтобы их часто менять, и можно было летать более большое количество времени. Сонымен қатар 80-нен астам инновациялық жобалар ұсынылған Аллея стартаптар көрмесі ұйымдастырылды. Бұған біз әлем деген турнирдан квота ұтып алғанбыз осы турнирға. Осы турнирда ақша разыгрывать етіп жатыр. Жеңген командаға 1 миллион теңге сондай фонд бар. Соны ұтуға тырысамыз. Қазір командамыз пит-зонада робот дайындап жатыр, ойынға дайындалып. Сол ұтамыз деген үміттеміз. Бұл салада біз ровно 1 жыл болдық. Өткен жылдың жаңа жылынан кейін команда жинап, роботымызды жинап бастаған едік. Сол уақыттан бері біз Қытай, Индонезия деген елдерге барып келіп, нәтиже көрсетіп жатырмыз. Хьюстон деген Америкада болатын мировой турнирға баруға цел қойдық. Сол турнирға түсу үшін бәрін істеуге дайынбыз. Digital Алматы 2025 цифрлық трансформацияның жаңа мүмкіндіктерін көрсетіп, халықаралық ынтымақтастықты нығайтуға ықпал етті. Айта кететін жайт, шараға әлем футболының аңыз ойыншысы Сол Кемпл, белгілі кәсіпкер Бейбіт Әлібеков ой көрсетті. Digital Алматы 2025-тің басты тақырыбы жасанды интеллект. Көптеген компаниялар өзінің тұтынушыларын жаңа мүмкіндіктермен таныстырып, болашаққа деген жаңа жоспарлармен бөлісті. Рахат Жора, Әмір Жәнібек, арнайы QR News үшін.